әрбір халықтың даналарының артындағы ұрпақтарына қалдырған ұлағатты сөздері бар. Мұны сол елдің азаматтарының сөздерінің арасына қосып, әңгіменің көркін келтіріп жатады. Филип Хумберт деген атақты психиатр, профессор, адамдарға бақытты ғұмыр кешудің кілтін 10 тармаққа қарастыратын болсақ, қандай сөздерді таңдар едің деген тақырыпта біраз зерттеу жұмыстарын жүргізіп, мынадай қорытындыға барған екен. Бірінші, өзіңді таны. Екінші, қалай болсаң сол қалпыңда көріп, немесе сырттай қалай болсаң сол қалпыңды сақта деген екен. Үшінші, ең жоғарыда ғашықтық бар. Төртінші, дүниені қиял ойдың күйі шыр көбелек айналдырады. 5. Асқан әдемілік көзді шығармаса керек. 6. Мүмкіндіктерді қалт жібермеген сайын көбейе түседі. 7. Не істе, не істеме, сынауға болмайды. 8. Кемелдік қосатын нәрсе қалмаған кезде емес, алынатын бір нәрсе қалмаған кезде пайда болады. 9. Қабілет болмаса өнерші болмайды. Алайда еңбек етіп тер төкпесең, қабілетің түкке де жарамайды. 10. Өмір сүрудің екі жолы бар. Ешқандай нәрсе мұғжиза емес сияқты өмір сүру. Екіншісі, барлық нәрсе мұғжиза сияқты өмір сүру. Шүкір етуді ұмытпау керек.